Қайырлы күн, достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін баклажан нероллы жасадым. Екі түрлі тәсілмен көріп тұрғандарыңыздай жартылай духовкаде піскен, жартылай сұйық майға қуырып алдым. Бұл біздің отбасымыздың, әсіресе жолдасымның өте сүйікті тағамы. Біз үйде осы тағамды өте жиі жасаймыз. Дәмі өте керемет. Сіздер жасап көріңіздер. Ол үшін бізге баклажандар, сосын помидор, салатный лист, панировочный сухарий, жұмыртқа, чеснок, майонез қажет болады. Ең алдымен осылай баклажандарымызды ұзынша етіп кесіп алатын боламыз. Қатты жұқа да емес, қатты қалың емес, осылай диаметрін осылай көлемде жасайтын боламыз. Міне осылай пішінде кесіп шықтым. Енді помидорымызды осы баклажанымызға лайықтап, ұзынша етіп турап аламыз. Содан соң жаңағы сарымсағымызды майдалап теркадан өткізіп аламыз. Терка таппасаңыздар, пышақтың көлемімен турап алсаңыздар болады. Одан кейін мен салатный лист қостым. Оны да осылай видеодағыдай көлемде кесіп аласыздар. Байқап қарасаңыздар, осы баклажан нероллыйдың ингредиенттері толық дәрументерге бай. Енді осы табамызға пергаментный қағазымызды төсеп, жаңағы баклажандарымызды бірінші алдымен ұнға, сосын жұмыртқаға, сосын панировочный сухарийге араластырып аламыз. Дәл видеодағыдай істей бересіздер. Осы жаңағы панировочный сухарийді магазиндерден таба аласыздар, яғни нанның үгітілген түрі. Видеодағыдай әрқайсысын кезек осылай істеп шығасыздар. Дәл осы тәсілмен істесеңіздер, баклажанды сұйық майға малмай, майлы болмай сұйық, андай жеңіл, өте жегенге асқазандарыңызға ауырлық қылмайтындай болып піседі. Міне мен қып-қызыл етіп баклажанымды жаңағы духовкаде пісіріп алдым. Енді оған майонезбен сарымсағымызды араласқан сұйық массаны жақтым. Енді оған осылай салатный лист пен помидорымызды араластырып рулет жасап аламыз. Әрқайсысын осылай видеодағыдай істеп шығамыз. Екінші тәсілім, міне бұны тек қана жұмыртқаның сұйықтығына араластырып, сұйық майымызға салып қуырып алатын боламыз. Бұған да жаңағы видеодағыдай майонез салып, арасына салмаларын салып, рулет жасап шығамыз. Осы мен көрсеткен видео сіздерге ұнап жатса, рецебім маған тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде осы тәсілмен де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мені видеомды соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Сіздерде жасап көріңіздер. Жасап көрген болсаңыздар, сіздерге ас болсын. Рахмет.